Бисмилля, алхамдулилля, вассаляту вассаламу аля расулилля. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Біз тоқтап қалған дәрісімізді ары қарай жалғастырамыз. Яғни Қисас ан-Набиин кітабы бойынша Ибрахим алейхиссалам қиссасын өтіп жатқан болатынбыз. Бүгінгі тақырыбымыз Рабби Аллах, яғни менің Раббым Алла деген тақырып. Ва арафа Ибрахиму, сөйтіп Ибрахим білді дейді, анналлаха раббуху, яғни оның Раббысы Алла екендігін білді. Лианналлаха хайюн, себебі Аллах тағала тірі, ла ямут, ол өлмейді. Ва анналлаха бақин, және де Аллах тағала мәңгі, ва ла яғибу, яғни ол жоқ болып кетпейді, немесе бір жерден екінші жерге ауыспайды, өзгермейді. Яғни бұндай сипаттардың бәрінен Аллах тағала пәк, сол үшін ол өзі алдыңғы тақырыптағыдай ақылы дәлелдер келтірді. Яғни бірде бар, бірде жоқ, көзден ғайып болып, қайттан болып, қайттан жоғалып, қайттан келетін нәрселер, өзгеретін нәрселер, бір жерден екінші жерге ауысатын нәрселердің бәрі Құдай емес, бұл жаратылыстың сипаты екендігін айтты. Сондықтан нағыз Алланың сипаттарын айтып отыр. Ол мәңгі, және ол ешқашан ғайып болмайды, яғни жоғалып кетпейді, өзгеріп кетпейді. Ва анналлаха қауиюн, және де Аллах тағала сондай күш, қуат иесі, қауи, күшті. Ла яғлибуху шәй, және оны еш нәрсе жеңе алмайды, яғни еш нәрсе одан басым бола алмайды. Ва арафа Ибрахиму, және Ибрахим білді, анналлаха раббул каукаб, ол жаңағы жұлдыздардың Раббысы екенін білді. Ва анналлаха, және Алла раббул қамар, айдың Раббысы. Ва анналлаха раббул шамс, және ол күннің де Раббысы. Яғни оның қауымы осы, яғни бұл қазіргі Ирак жеріндегі шумерліктер негізгі осы үшеуін Құдай деп санаған екен. Ай, күн және жұлдыздарды. Яғни жұлдыз дегенде бұл шолпан жұлдызды меңзереді. Осы үшеуін қазіргі уақытта деректерден де бұл табылып жатыр. Осы үшеуін бұлар Құдай деп санаған. Бұл жерде Ибрахим алейхиссалам айтып жатыр, керісінше бұл үшеуінің Раббысы Аллах деп жатыр. Ва анналлаха раббул аламин, және ол әлемдердің де Раббысы дейді. Тек қана бұл үшеуінің немесе Ибрахимнің ғана Раббысы емес, жалпы әлемде не бар, бәрінің жаратушысы, Раббысы, Құдайы, ол тек қана Алла. Ва хадаллаху Ибрахима, сөйтіп Аллах тағала Ибрахимге хидаят берді, яғни тура жолды нәсіп етті. Ва жаалаху набиян, және оны нәби етті, өзінің пайғамбар етті. Ва халилан, және оған сондай Алланың досы деген бір үлкен бір статус, яғни сондай бір құрмет берді. Ва амараллаху Ибрахим, және Аллах тағала Ибрахимді пайғамбар қылғаннан кейін оған әмір етті, яғни бұйрық жасады. Не істеді? Не нәрсеге? Ән ядуа қаумаху, қауымын шақыруға, яғни дағуат етуге оларды, яғни Алланы бір деуге шақырды. Және ва ямнаахум, оларды тыйды не нәрседен? Мин ибадатил аснам, жаңағы пұттарға табынудан, соларды Құдай деп санаудан қайтарды. Келесі тақырыбымыз дағуату Ибрахим, Ибрахимнің дағуаты. Ва даа Ибрахиму қаумаху, сөйтіп Ибрахим өзінің қауымына дағуат жасады. Илаллахи, Аллаға қарай, яғни Алланы бір деуге шақырды. Ва манаахум, және оларды қайтарды, оларды тыйды. Мин ибадатил аснам, пұттарды Құдай деуден, яғни соған табынудан. Қала Ибрахиму ли қаумихи, сөйтіп Ибрахим алейхиссалам өзінің қауымына былай деді. Ма та'будуна, сендер не нәрсеге табынасыңдар? Сендер не нәрсені Құдай деп білесіңдер? Қалу, олар айтты, на'буду аснаман, біз осы пұттарды Құдай дейміз, соған құлшылық етеміз. Қала Ибрахим, сол кезде Ибрахим айтты, хәл ясмаунакум, олар сендерді ести ма? Ид тад'ун, сендер оларды шақырған кезде, яғни оларға одан сұраған кезде, ол сендерді ести ма дейді. Әу янфаунакум, немесе сендерге пайдасы тие ма? Яғни ол бір пайдалы нәрсе сендер жасай ала ма? Әу ядуррун, немесе сендерге бір зиян келтіре ала ма бұлар, пұттар? Қалу, олар айтты, бәл ваджадана абаана, біз дейді не, ваджадана, сондай таптық аталарымызды дейді, яғни аталарымызды, әкелерімізді деген сөз ғой. Яғни біз ата бабаларымызды дейді, сондай таптық, сондай күйде таптық дейді. Кәзәлке яфалун, осылай жасап атқандарын дейді. Яғни Ибрахим алейхиссалам оларға ақылы тұрғыда логикамен оларға шақыру тастады. Яғни сендер естімейді, көрмейтін, сендерге пайда, зиян тигізбейтін нәрселерді сендер Құдай деп білесіңдер ма сонда деген кезде олар айтты. Оған ақылы тұрғыда оларда логикалық жауап болған жоқ.
олар не істеді, соқыр сенімдерін айтты. Біз осылай ата бабамызды осындай күйде көрдік, осылай таптық, яғни біз солай ары қарай ере береміз дейді. Бізде бір ақылы логический ондай бір жауап жоқ дейді. Қала Ибрахим, сөзі Ибрахим алейхиссалам айтты, фәәна лә аъбуду, мен не істемеймін деді, бұларға табынбаймын, хәзихил аснам, бұл пұттарға мен табынбаймын дейді, яғни бұларды Құдай деп білмеймін. Бәл әна адуун, мен керісінше бұлардың қарсымын, бұған яғни дұшпанмын дейді. Ли хәзихил аснам, бұл пұттарға мен керісінше қарсымын деп ашық түрде айтып отыр. Әна аъбуду, мен құлшылық етемін, раббәл аламин, әлемдердің раббысына. Әлләзи, ол сондай, халақани, мені жаратты, фәхуа яхдин, және ол ғой мен тура жолға салған, яғни маған тура жол көрсетті. Уәлләзи, ол сондай, хуа, яғни ол не, ютаимуни, мені тамақтандырды, уәясқин, сусындандырды, яғни ішкізіп жегізді. Уәида мәрилту, егер мен ауырған болсам, фәхуа яшфин, ол маған шипа берді. Уәлләзи юмитуни, және ол мені не істеді, өлтірді, сосын не, ثم يحين, одан кейін тірілтті. وإن الأصنام, ал мынау пұттарға келетін болсақ, لا تخلق ولا تهدي, ол еш нәрсені жаратпайды, немесе тура жолға салмайды, яғни біреуге бір тура жол көрсете алмайды. وإنها, себебі не олар, және олар не, لا تطعم, тамақтандырмайды, ахадан, ешкімді тамақтандыра алмайды, ولا تسقي, немесе бір су бере алмайды оған. وإذا مرض أحد, егер біреу ауырып қалатын болса, فهي لا تشفي, олар не істемейді, пұттар оған шипа бере алмайды. وإنها, расында және олар لا تميت, өлтірмейді біреуді, ахадан, ешкімді бір өлтіре алмайды. ولا تحيي, және біреу өліп қалған болса, оны тірілте алмайды дейді. Осы жерден тоқтайық. Альхамдулиллахи